Каналға қош келдіңіз. Пікір жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. 5. Армагеддон. Люцифер. Ұлы ғарыш шайқасында жеңіліс тапқан Люцифер мен оның сыбайластары өздерінің меншікті мекені жер планетасына тұрып жатқан қас дұшпанын ақылға салып дәл тапты. Болжамның расқа айналғанына таң қала да қоймады. Себебі өздеріне ең үлкен қатердің кімнен келетінін біліп отыру қылмыскерлер үшін қалыпты нәрсе. Шайқасты енді физикалық дүниеде жалғастырған жеңімпаз түнек күштерімен байланысқа өзі шықты. Өйткені құдіретті күштердің Люцифердің кім екені жайлы нақты ақпараты болмады. Ол туралы толық мәліметке ие болу ғарыш сарбазының жердегі ерекше міндет еді. Люцифердің күші мүмкіндігі белгілі де. Оның жаны енген адамның кім екені, аты, өмірбаяны белгісіз боп қалды. Жеңімпаз осыны анықтау үшін планета қожасына тән сипаттарды тізді. Ол Әзәзіл үмбеттің айнымас идеологы және сайтаншылардың жасырын басшысы болуы тиіс. Ғарыш майданындағы жеңілісінен кейін физикалық дүниедегі жұмбақ жауымен ашық күресуге ықтияр. Сайтаншыл идеологтардың жорамалы бойынша 6 сатыда тұратын халықтың ұлт сипатын қамтамасыз ететін отбасында дүниеге келуі шарт. Сәйкестіктер заңына сай, эволюциялық дұшпанына жақын жерде туып өскен және табиғаты жеңімпазға тұтастай қарама-қайшы болуы керек. Люцифер тұлғасын анықтаудағы соңғы уәж үндістердің ауылына келіп тайпа көсемін өз дініне кіргізбек болған христиан миссионерінің хикаясы еді. Үгіт ұзақ әрі нәтижесіз болды. Ақырында көсем айқышта өлген Құдайды қабылдай алмайтынын айтып әңгімені тоқтатты. Бірақ ібілістің кім болып туатынын да тайға таңба басқандай анықтап айтып берді. Планета қожасының басқа белгілері мен осынау аса күрделі іс барысында жеңімпаз пайдаланған құпия ілім белгілі бір себептермен жариялануға жатпайды. Люцифердің нақты кім екенін әшкерелеу планета қожасы тарапынан сұрқия әрекеттер туындатуы мүмкін. Бұның зардабының азаптшылығы соншалық қиналмай тез өлудің өзін зор қайырым деп санауға болар еді. Сол себепті рухани ерлік жасау үшін Әзәзіл дүниесіне келген биік тіршілік иелері әлжуаз әрі тез тозатын денені иемденеді. Бұл қатерлі істе үлкен тәуекелге бас тігіледі. Люцифердің жаны біткен адамды анықтауда жаза басу, азапта ажалмен ғана емес, сондай-ақ жеңімпаз тұлғасының ыдырауымен аяқталар еді. Ғарыш саңы бөгденің ғұмырын иеленуші тіршілік деңгейінің бастапқы векторына дейін құлайды, дейді. Люцифер сияқтының жанын жазықсыз адамға таңу да адамды осы заңның тегеурініне салады. Соған қарамастан жеңімпаз күресті ары қарай жалғастырып, өзі қателескен жағдайда Люциферге ол үшін қақпанға айналған. Планетадан сытылуға мүмкіндік берді. Жеңімпаз бұл қатерге басын тікпей-ақ қойса да болар еді. Бірақ Люцифер әлі түстеліп танылған жоқ. Оны жеңімпаздан басқа ешкім таба алмас еді. Сол себепті қисапсыз құрбандықты болдырмау жолы тек осы болды. Жеңімпазды Люцифердің қарапайым адам кейпіне еніп, зауалдан құтылу мүмкіндігі алаңдатты. Сондықтан ғарыш сарбазы Әзәзіл империясының тіміскі тыңшылары үшін дүниеге 6 саты перзенттері мен ғарыш сарбазын берген халық жайлы әдейі жария қылды. Қалғаны уақыттың үлесіндегі іс еді. Түнегелері нұр шоғырланған жерді жазбай танып, өздеріне қатерлі тұлғаларды адаспай табады. Жеңімпаз эволюциялық тәжірибесі арқылы Люциферді оның ырыққа көнбес менмендігі мен бәсекеге төзімсіздігі ұстап беретінін білді.
Осы уақытта өзінің жақсы танымал және Люцифер үшін аса қауіпті бірнеше өткен ғұмырын жария қылуға тура келді. Нәтиже күткеннен де асып түсті. Планета қожасының асқан сақтығы мен заңғар ақылын шексіз менмендігі жеңіп, өзін әшкерелеп қойды. Мақсат орындалды. Ғарыш бауырластығының қас жауы нақты адами есіммен белгілі болды. Бірақ планета қожасының бұдан кейінгі әрекеті ғарыш сарбазын алғашқыда есеңгіреті жаздады. Ғарыштан қол үзген миллиондаған жыл ішінде Люцифердің эволюциялық дамуы тоқтағаны өз алдына адамгершіліктен де әбден азғындаған екен. Ғарыш заңдарын түбегейлі ұмытқан ол 6-шы сатыдағы планета рухы дәрежесін бірден жоятын аса ауыр қылмыс жасады. Люцифер еш ойланбастан дұшпанның эволюциялық игілігін түгел иемденіп алды. Өзінің әлде бір ережелерімен жеңімпаздың жария болған ғұмырларының иесі өз екенін дәлелдеп, тіпті ырымын да жасады. Ғарыш сарбазы үшін бұл күтпеген жайт еді. Ғарыш бауырластығынан жаһандағы осы ақылға сыймас оқиғаның ақиқаттылығы жайлы растама алғаннан кейін ғана ол бұның барлық салдарын түсінді. Планета рухының өз еркімен эволюция сатыларын қиратуы, эволюция тұрғысынан алғанда өзін өзі өлтірумен пара-пар іс деп есептеуге болады. Енді түнек иерархиясы жетекшілері де бөтен ғұмырларды осы үлгіде ұрлай бастады. Өйткені бұлардың Люциферден айырмашылығы эволюция қамытынан басқа жоғалтар дәнеңесі жоқ. Осылайша Люцифер ғарыштың тұңғыш бүлікшісінен ең бас ұрысына айналды. Сөйтіп ғарыштың өткен ғұмырлардың меншіктілігі мен құпиялылығы жайлы ережесін бұзғанын түсінгенде барып, өзінің үмітсіз екенін ұқты. Ғарыш ұрысының әшкерелену мен жазадан құтылуына ендігәрі еш мүмкіндігі жоқ. Беті ашылып, таңба салынса да, Люцифер әлі зор қуатқа ие планета қожасы. Жердегі барша тіршілік иесі өз эволюция деңгейіне қарамастан, оның физикалық дүниесінің заңына бағынады. Алайда астрал дүниесі мен ғарыш кеңістігіндегі жеңілістен кейін, планета қожасының өкілеті оның жердегі қалған ғұмыры мен шектеледі. 2 желтоқсан. Зұлымдық күштері бұл оқиғаларға асқан аяр арандатумен жауап берді. Соның салдарынан біздің дәуіріміздің 1986 жылдың 18 желтоқсаны күні 6 саты халқының перзенттері аяусыз өлтірілді. Түнек иелері халықтың жан айқайын жеңімпаз жауапсыз қалдырмайтынына, сөйтіп өз аумағындағы теріс тағдырын бір соққымен шешетіне сенімді болды. Алматыдағы 17 желтоқсаннан 18-не қараған бұл қасиетті түн жарық күштері Әзәзіл әскеріне физикалық дүниеде қарсы ашқан майданның басы. Ғарыш сарбазы бұл кезде жердегі шайқасқа дайындық үстінде еді. Ғарыш шайқасы кезінде түнек күштерін талқандауға оның энергия қоры түгел кетті. Ал карма ресурсы Люцифердің адами кебінің құпиясын ашуға жұмсалды. Жаңа рухани сатыға көтеріліп, жаңа энергия және карма ресурс қалыптасқанға дейін ғарыш сарбазы қорғансыз еді. Міне осы сәтті сайтаншылар құтылудың жалғыз мүмкіндігі деп санады. Олар өз планетасының жай күйіне қанық болғандықтан, қас жауы шыққан халықты мекен еткен қаласы мен ортасын жақсы білді. Олар жеңімпазды жою арқылы уақыт ұтып, қорғаныс құралдарын табуды, болмаса бұлтармас зауал сәтін соза түсуді ойлады. Сондықтан қазақ халқының перзенттері ауыр құрбандыққа барып, адал қанымен өздерінің бауырын, халқын және жер бетіндегі барша адамды Люцифермен байланыстырған кармадан құтқарды. Желтоқсан құрбанының қаны адамзатты Әзәзілдің торынан босатты. Бұдан былай Құдайға сенушілер ғарыш азаматтарына айналды. 1986 жылдың желтоқсанында қанды қасапқа қатысқан бейбіт кезде түн ішінде әйелдер мен жасөспірімдерді қырған солдаттар
белгілі бір халықтың өкілдері. Бұл халықтарды күтіп тұрған ұжымдық жауапкершілікті ойлағанда жанның түршігеді. Тек Әзәзіл империяның әскерлері ғана емес, сондай-ақ заң қызметкерлері заң үйлерінде қылмысты топпен бірлесе отырып, әйел арын төгіп, ұлы аналық негізге қарсы аса ауыр қылмыс жасады. Бұл қылмыстың салмағы адамзат кармасын тасытып, 6 саты халқының қорғаудың пәрменді шараларын қажет ететін эволюция процестерін өтетті. Сондықтан ғарыш сарбазы физикалық дүниедегі өкілеттеріне сай ақ сарбаз деген есімге ие болды. Әзәзіл үмбеттің сұмдық қылмысы нәтижесінде пайда болған жаңа карма және жаңа энергия ресурсы ақ сарбазға кез келген қарымта әрекетке мүмкіндік берді. Ғарыш заңдарына сай, әуелі кармасы аса ауыр емес, қылмысқа қатысқандар жазаланды. Сосын белсенді орындаушылар сазайын тартты. Ең соңында кармасы аса ауыр қылмысты ойластырып, дем берушілер қатаң жазаға тартылды. Ғарыш сарбазы әуелі адамзат тарихында бұрын соңды болып көрмеген қылмысқа қатысқан халықтарды жазалады. Содан соң зұлымдық империясына қарсы кең ауқымды жазалау акциясын бастады. Нәтижесінде астыртын пайда болған халықаралық қылмыс ұйымы ыдырап, қайта астыртын іс-әрекетке көше бастады. Цикл тұйықталды. Алайда бұл есін жиып, күшін қалпына келтіру үшін жасаған амал айласы ғана. Түнек күштері барлық діндерді өсиеттеліп айтылған шешуші шайқасқа шықпақ. Адамзаттың эволюция игілігіне жасаған қылмысын сараптай келе, біздің дәуіріміздің 1987 жылдың 16 сәуірінде өткен ғарыш соты Люцифер планетасында бұдан әрі 6 саты адамдарының эволюциялық даму мүмкін емес деп ұйғарды. Осыған орай сенушілер бүкіл қарызын қайтарып, дұшпандарын кешіріп, жан дүниесін тазалауы тиіс. Сөйтіп өз жанын құтқару және жоғары соттан кейінгі эволюцияға құқық алу үшін соңғы шайқасқа дайындалу керек. Ғарыш сатқыны Люцифер мен оның сыбайластарының қылмыстары осымен бітеді. Қазақ халқы перзентінің қанды құрбандығы карма заңына сай барша ғарыш бауырластығының қозғалыс тетіктерін іске қосты. Ғарыш сотының шешімімен жеңімпазға адамзатты 6 сатыға өтуге сұрыптау және өзге амал қалмаған жағдайда Люцифер планетасын жою құқығы берілді. Осы өкілетке сай ғарыш сарбазы 1986 жылдың 18 желтоқсаны барша сенушілердің Әзәзіл әскеріне қарсы қасиетті соғыстың басы деп жариялады. Мұсылмандар өз дінінің өміршеңдігі тағы бір дәлелденді. Ауғанстан мүджахеттері теңдесі жоқ ерлік көрсетіп, Әзәзіл империясы әскерін тұңғыш рет талқандады. Христиандар басы бірікпеудің салдарынан саясаткерлерін аң-таң қылған оқиғалар барысын тым ұзақ талдады. Сондықтан мұсылмандардың теңдессіз ерлігі мен жанкештілігін көпке дейін есіне алмады. Христиан дүниесінде бірінші болып сайтаншылар идеологиясының діңгегі болған ел көтерілді. 3. Ресей. 20 ғасырдың басында Ресейдің маңдайына адамзат дамуының келесі сатысын қалыптастыруға сүбелі үлес қосу жазылыпты. Бұл қазақ және орыс халықтарының нәсілдік жақындығынан өрбіген еді. Князь Владимир Русьті күштеп шоқындырған соң ғана ұлы дала төсінде сан ғасырлық көш барысында қалыптасқан бір кездегі бір тұтас халық екі қапталға ыдырай бастады. Жақыптың бір тармағы жаугерлігі және шарап құмарлығымен аты шыққан Библиядан белгілі. Дала мен Русьтің бұл одағы ұзақ өмір сүрді. Далалықтар Русьті көптеген пассионер халықтардың шапқыншылығынан құтқарып, бүгінгі орыс халқының қалыптасуына мүмкіндік берді. Орыс тарихының бұл деректерін сайтаншылар не толық жойды, не адам танымастай өзгертті. Түнек иелері Әзәзіл әулеті үшін аса қауіпті қос халықты жазбай таныды және бұл екі туыс халықтың одағын ыдыратуға барын салды. Біздің дәуіріміздің 20 ғасырдың басында Ресей адамзатының 6 сатысын қалыптастыру негіздерінің бірі болуға дайын еді.
Бұл кезде Ресейде қайталанбас мәдени орта қалыптасты. Кейін бұл ортадан адамзаттың асылдары шықты. Ресейдегі сол кездегі өнеркәсіптік және интеллектуалдық потенциал болашақ 6 саты халқының дамуына сенімді тұғыр қалыптастырып үлгерді. Бұл сайтаншылар үшін аса үлкен қатер еді. Сондықтан олар Ресейге ең дарынды идеологтарын қаптатты. Сайтани ілімдер дүниетаным заңдарының бір бөлігіне ғана негізделген үзік ақиқатқа сүйенеді. Мысал ретінде материя ілкі физикалық дүние ғана бар деп танып, сол дүниенің ғана заңдарын мойындайтын коммунистік ілімді келтіруге болады. Осы ілім арқылы халықаралық қылмыскерлер ұйымы халықтың ыңырашы шыққан тобыр бөлігін төңкеріске жұмылдырды. Тонау және қайта бөлу ұранына елтіген ресейліктер қолымен ғарыштың негізгі заңдарына қарсы аса ауыр қылмыстар істелді. Революция әуелі Ресейдегі, кейін басқа елдердегі эволюциялық процестердің табиғи барысын бұзып жіберді. Әзәзіл үмбеті патша әулеті мен дворяндарды өлтірді. Осы арқылы орыс халқын оның заңды иерархиясының төгілген қанымен байланды. Бұны халықты қылмыс тобынан шығармау жолын кесу мақсатында істеді. Коммунизм идеяларына мойынсынған бұл қанды серттен соң Ресейдің қалған тұрғындарын құру күшімен өз қылмыстарына тартудан басқа жол қалған жоқ. Бұл үшін олар қылмыскерлердің ең пәрменді тәсілі олжаға түскеннің абыройын аяусыз төгу, кенеусіз қорлау тәсілін пайдаланды. Сайтаншылар орыс халқының рухани және мәдени мұраларын жоюды ұйымдастырды. Орыс халқының Құдайдан бас тартуы дінбасылар қанымен серттелді. Ал мәдениетті тәрк ету зиялылардың қанымен, қуғын сүргінмен мөрленді. Бұл қиянаттан кейін орыс халқы қарсыласу қабілетінен толық айырылды. Сайтаншылар болса пролетариат диктатурасы жайлы догматқа игіліктейтін өндіріс күштерінің қалғанын талқандап жіберді. Біркелкі интернационал орта қисапсыз жазалаушы абақты елері арызқой тыңшыларды тудырды. Бұл тобыр сайтаншылардың аса маңызды жоспарын орындауға жұмылдырылды. Осы жоспарға сай дала мен Рустың өсиеттерінде айтылған бірлігі ыдыратылуы керек болды. Жоспардың маңыздылығы сондай, оны орындау патша әулетін жоюды басқарған партияның аса сенімді мүшесіне тапсырылды. Әзәзіл үмбет карма заңын, заңды патша мен дворяндарды өлтіру және иерархияны құлатудың қарымтасыз болмайтынын өте жақсы біледі. Ондайда қалыптасып келе жатқан кармадан құтылу үшін бұрынғыдан да ауыр қылмыс жасалады. Сонда жаңа карма қалыптасуы және оның физикалық дүниеге таңбалану үшін біршама ұзақ уақыт керек болды. Осы іркіліс арасында бұрынғыдан да сұмдық қылмысты жүзеге асыру жолын табуға болады. Бұлтартпас карма келіп жеткенге дейін осылай жалғаса бермек. Орыс халқын қисапсыз қылмыс тізбегімен тырп еткізбей шырпап тастаған сайтаншылар енді қазақ халқын жаппай қыра бастады. Әзәзіл идеологтары отаршыл шеріктер санасына көшпелілердің артта қалғандығы, нәсілдік парқының төмендігі және коммунистік қоғамды қорғауға жарамсыздығы жайлы құюмен болды. Бұндай идеология өндіруінен өткендер ешкімді аямады. Сондықтан 30-шы жылдардың аяғында қазақ халқы аянышты хәлге түсті. Сайтаншылардың аңсаулы күні жақын еді. Әзәзіл әулеті үшін құбыжықтай көрінген көп ғасырлық түркі славян одағы күйреді. Ол ешқашан қайта өркендеуі үшін қазақ халқын қалайда жер бетінен жою керек болды. Бұл үлкен жоба орындалуға жақын-ақ қалған, бірақ карманың қарымта соққысы Әзәзіл империясын апат шегіне алып апарды. Біздің дәуіріміздің 1941 жылы Әзәзіл империясына өз шәкірті әлемдік үстемдікке бәсекелес Германия басып кірді. Ресейді жаулаудан оның қос бірдей сақтаушы рухының құрбандығы ғана аман алып қалды. Қиратушы һәм жаратушы басым аталық негізбен
туушы һәм сақтаушы бағынышты аналық негіз қосылуынан физикалық дүниедегі өмір құралады. Бұл қағидат өмірдің барша деңгейінде бірдей сақталады. Сондықтан әр халықта ұлы аталық негіз бен ұлы аналық негіздің нақты иелері бар. Бұлар өзіне тән игі не кем қасиеттері бар кәдімгі адамдар. Олар ең әуелі халықтың рухани саулығының айнасы іспетті. Сондықтан бұл екі негіз азғындықтан аман болса, халық та аман болып, эволюция көшінен қалмайды. Елдің аталық негізі көбіне патша әулетінде дүниеге келеді, ал аналық негіз халық арасынан шығады. Бұл екі негіз жоғары дүниелерге кіре алатын, эволюциялық тұрғыдан дамыған адам арқылы теңестіріліп, толықтырылып отырады. Бұндай адамды шартты түрде халық пайғамбар деп атайды. Елге қатер төнген жағдайда аталық негіз иесі шайқас үстінде өзін құрбандыққа шалады. Елдің ауыр кармасын өтеуге бұл құрбандық аздық етсе, құрбандыққа аналық негіз иесі барады. Осы екі ұлы негіз құрбандыққа дайын тұрса ғана халық өмір сүрмек. Мейірім жолында құрбан болу 6 саты халқының эволюциялық өрлеуінің басты қағидаты. Халықтың ауыр кармасының дені Ресейдің ұлы аналық негізінің ғазиз құрбандығымен кешілді. 1941 жылдың қара күзінде Москва түбіндегі деревнялардың бірінде басқыншылар орыстың пәк аруын айуандықпен азаптап жұрт алдында өлімге кесті. Ол Ресейдің ұлы аналық негізіне ие жан еді. Егерде өзін құрбандыққа шалған ару ешбір қан төгіп көрмеген болса ғана құрбандық пәк саналып ерекше күшке ие болады. Тарихта мұндай мысалдар көп. Франциядағы Жанны д'Арк еске алудың өзі жеткілікті. Осы ұлы құрбандықтан соң жеңілісіне мойынсына бастаған халық қайтадан еңсесін тіктеп соғыс райын өзгертті. Алайда отан соғысындағы түбегейлі жеңіске жету үшін бір шайқаста Ресейдің аталық рухы өзін құрбандыққа шалды. Міне осы қос сақтаушы рух иелерінің құрбандығы арқасында Ресей басқыншысы төтеп беріп, артынша жеңіске жете алады. Бұл соғыс қазақ халқының тып-типыл жойылуын уақытша шегерді. Қазақтар әзәзіл идеологтарды таң қалдырып, Ресейді қорғауда жаппай ерлік көрсетті. Онсыз да қансыраған халық соғыста ауыр шығынға ұшырады. Ресей үшін тіпті қазақ әйелдері шайқаста жанын қиды. Осылайша қазақ халқы өзінің адамзаттың 6 сатысына лайықты екенін түбегейлі дәлелдеді. Құдіретті күштер бұны барша ғарыш бауырластығы тарихындағы аса маңызды оқиғамен бекітті. Жаратушы адам ұрпағына бұйырылған сынды тәмамдар үшін қазақ халқы мен оның жерін таңдады. Бұдан былай қазақ халқы болашақ 6 сатының негізі болып табылады. Бұл мейірім қағидатын таймаған жайсан халыққа жасалған ұлы сияпат. Сол себепті аңсаулы ғарыш сарбазы тап осы қазақ халқы ішінде дүниеге келді. Оның тағдырының отаршылдық мектептерде білім алған көптеген өзге қазақ балаларының тағдырынан еш айырмасы жоқ. Сахарада өскен болашақ жеңімпаз батыс идеологиясын қабылдамады. Жеңімпаз ғалым мен техника жетістіктерін 6 саты үшін өтпелі кезең деп есептеп, алдыңғы сатылардың мәдени игіліктерін ғана мойындады. Әзәзіл империясының барша халықтарының хал жағдайын егжей-тегжейлі тексерген жеңімпаз тағдыры қазақ халқының тағдырына ғажап ұқсас славян халқына назар аударды. Сол баяғы геноцид, жоспарлы ассимиляция, қорланған тіл мен мәдениет. Осы ғұмырында бұрынғы ғұмырларының бүкіл оқиғасын қайталаған жеңімпаз батысқа қарай бет бұрды. Бұл сапарда бұрынғы өмірлерінде болған жерлерін зиярат етуге мүмкіндік алды. Ол әсіресе ежелгі түрік славян одағының жұрты болған Днепр жағалауына көбірек барды. Сонда қазақ халқына жанымен, тілдік тамырымен, тіпті әлпетімен де ұқсас бауырлас Украин халқы осы халықтың заңды мұрагері екенін анықтады. Түнек иерархиясы ұлы ғарыш шайқасында талқандалған соң, ғарыш сарбазы қазақ халқы атынан көшпенділер мен славяндар одағын қалпына келтірді.
Бұл одақ ішінде Украин мен Қазақ бірінші болып бауырласады. Бұдан былай қос халық ажырамас қандас бауырға айналады. Әзәзіл жаулаған жерді аралаған жеңімпаз мынаны анықтады. Коммунистер билік басында бірнеше күн болған жердің өзінде жалпы адами низамдар ғана емес, сондай-ақ табиғат пен өмір айналымының барша заңдарын бұзып, байланыстары үзіледі. Әзәзіл әулет билік иелерінде иерархия заңы бұзылып, заңды әміршілері тақтан тайдырылса, карма сол мемлекет пен оның халқын аса ауыр жазалайды. Мысалға, Ресей, Эфиопия, Ауғанстан, Кампуча тағдыры сабақ алуға тұрарлық. 6-шы саты халқының пайда болуымен карма циклы айтарлықтай шиыршықталды. Сондықтан 20 ғасыр аяғында революция мен оның финалы арасында цикл Ресей үшін 100 жыл, әлсіз дамыған елдер үшін бірнеше жылмен шектеледі. Орыс халқын адастыруды жалғастыру үшін мынандай жалған тұжырымдар ойлап табылды. Ресейдегі 1917 жылғы қазан төңкерісі заңды. Сайтаншылардың қылмыс ұйымының басшылары нұрлы дүние елшілері, махатмалар. Орыс халқы бүкіл әлемде коммунизм идеялары салтанат құру үшін миссиялық рөл арқалаған адамзат көшбасшысы. Жан-жақты жылдамдатылған жалған ақпарат түнектен енді арыла бастаған орыс санасын қайта улап, өз пиғылдарына жаңа екпін беруге бағытталды. Жоспар жемісін беріп, сайтаншылар барша құрлықта жеңіске жете бастады. Тек Солтүстік Америка мен Батыс Европа 20 ғасыр обасына қарсыласып бақты. Әзәзіл әулиенің жетекшілері 1986-ның желтоқсанында қазақ халқы перзенттерінің төгілген қанымен орыс халқын өздеріне әбден шырмап, тырп еткізбей кісендеп тастады. Тіпті империясы ыдыраған күнде де сайтаншылар Ресейді ұзақ паналап, қолайлы сәтті тоса алатын болды. Желтоқсан қан төгісі мен ғарыш сотының үкімінен соң жеңімпаз бұрынғы ғұмырларында Ресейдің перзенті, патшасы және қорғаушысы болған карма құқығын пайдаланды. Сөйтіп құрып бара жатқан орыс халқына Құдай мен адамзат алдындағы күнәсін жуу мүмкіндігін берді. Карма заңына сай идеологиялық құрылымды оны құрған адам ғана қирата алады. Тіпті аса қастерлі идеялардың өзін сырттан жою әрекеті оның фанатиктер қолымен қайтадан қалыпқа келтірілуіне және бұрынғыдан бетер күшеюіне әкеледі. Сондықтан ғарыш сарбазы орыс халқы өзі тудырған империяны өз қолымен қирату және әзәзіл идеологиядан бас тартуы тиіс деп ұйғарды. Нәтижесінде адамзат тарихында бұрын соңды болмаған құбылыс орын алды. Рухани тұрғыдан өлдіге есептелген орыс халқына жан бітіп, алынбас қамал саналған Әзәзіл империясын бір ұрып күйретті. Жаңарған орыс халқы алдағы ауыр сынға нағыз орыс қажырымен төтеп беру үшін әбден шөккен ділін қалпына келтіруі керек. Сайтаншылар Ресейді әлемдік үстемдікке жетудің ғаламат плацдармына айналдырды. Бұл үшін орыс халқының ұлттық сана ошақтары жүйелі қиратылып, Ресей жері адам баласы тұра алмас күйге түсірілді. Бұның бәрі көрші елдерді басып алуға итермелеу, содан соң ол халықтарды отарлау мен жұту үшін жасалды. Бұл жыртқыш саясат нәтижесінде жарты ғасыр ішінде ондаған ұсақ халық жойылып кетті. Әзәзіл империяның өзге халықтары біркелкі басқаруға оңай интернационал тобырға айналдырылды. Әр жойылған халық, әр жойылған өмір басқыншы халыққа үлкен зауал беріп отырды. Бір кезде істеген қорлығы мен көрсеткен азабы айна қатесіз сол халықтың өз басына келеді. Жердегі ібіліс ілімінің ажалы жоқ, ол алуан түрге құбылып, сол арқылы бұрынғысынан бетер қауіпті де қуатты бола алады. Бұл қызыл оба деп халықтың сана сезімін арттыру, эволюция құлдырауы басталар алдындағы күйге қайта оралу арқылы ғана қорғануға болады. Эволюция жоспарын атқарған халықтармен салыстырғанда, орыс халқы үшін бұл кері кеткен қадам. Алайда дүниеге келіп, жаңа қалыптасып жатқан адамзат әулетінің
Әулетіне кірудің жалғыз жолы осы. Жаңарған Ресей бүкіл күшін жаңа буынын аялауға, оны жат идеологиядан сақтап, тәрбиелеуге жұмсауы тиіс. Ресейдің бейшара күйін екі оқиға жеңілдетіп тұр. Ресейдің аталық негіз иесі ғарыш заңына сай халқын құтқару мақсатында өзін қайыра құрбандыққа шалды. Осылай оның ауыр кармасының денін сейілтті. Қазақ жерінде 1986 жылдың желтоқсанындағы қан төгісінен соң Ресей үшін келесі құрбандық Ресейдің аналық негіз иесі болу керек еді. Алайда оның орнына Ресей ақыны және пайғамбары өзін құрбан етті. Оның Құдайдан алған биік тіршілік иелерінің туу уақыты мен ахуалы жайлы әлденеше ғасыр бұрын сәуегейлік айтудың, содан кейін жерде туып ғарыш елшілерін өз көзімен көріп, оны дүниеге паш етудің кармалық құқығы бар еді. Бұл карма құқығы оны жеңімпазға алып келді. Ол ғарыш сарбазын жазбай танып, осы оқиғаны көне сарын сәуегей жырларына қосты. Пайғамбар ақынның ғазиз құрбан болуы кармасының Ресейге арналған қарымта соққыларын шегерді. Осы уақыт ішінде Ресейдің тым жас аналық рухының буыны бекіп күшейді. Сөйтіп, ешкім күтпеген ғажайып орын алды. Ресей оянып, бүкіл әлем шапшаң өзгере бастады. Оқиғалардың кармаға сай қайталануына сүйеніп, болашақты болжауға болады. Ол үшін өткеннен келе жатқан барша карма байланысын сарапқа салып, бүгін қай циклдың неғұрлым күшті білінетінін анықтау қажет. Осы оқиғаларды негізге алып, бұлтарылмас карма болмысыңа қарай болашағыңды белгілі бір дәрежеде болжауға болады. Ресейдің бұдан соңғы тағдыры оның карма циклдарынан туындайды. Мысал үшін Ресейде 1861 жылы крепостной құқықтық жойылуы мен 100 жылдан соң 1961 жылы коммунистік крепостной құқығының жойылуын келтіруге болады. 19 ғасырда өткен Қырым соғысының оқиғалары келесі ғасырда екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қырым қорғанысында қайталанады. 19 ғасыр аяғында карма циклына сай Ресейде 20 ғасырдың әр 10 жылдығының ең басты оқиғаларының қайталануы күтіледі. Бірінші 10 жылдықтағы патша сарайы алдында болған қанды оқиға және содан кейінгі 1905 жылы Азия мемлекетімен болған соғыстың жеңілісі қайталанды. Енді Қызыл Преснядағы көтеріліс қайталануы жақын. Екінші 10 жылдық ақпан революциясынан кейінгі қос өкіметтің қайталануы. 1917 жылдың қазандағы люмпен пролетар бүлігі қайталану алдында тұр. Үшінші 10 жылдықтан азамат соғысы және жалған жаңа экономикалық саясат қайталануда. 1929 жылдың ашығуы таяу. Төртінші 10 жылдықтан қазақ жерінде 1937 жылдың репрессиясы қайталанды. Жаңа коммунистік төңкеріс болған жағдайда бұл зауал Ресей территориясында да қайталануы мүмкін. Бесінші 10 жылдықтың 1941 жылы қайталанып, соғыс өрті тұтануы мүмкін. Ықтимал бұл соғыс Ресейге отан соғысының инверсияланған оқиғаларының қайталануы түрінде келеді. Инверсия тіпті оқиғаның географиялық бағытында да бедерленеді. Ресей ылғи шығыстан келген жау алдында қорғансыз болғанын ұмытпаған жөн. 6-10 жылдық оқиғалары Ресей үшін аса маңызды. 1954 жылы қазақ сахарасының солтүстігіне миллиондаған адам көшіріліп, байырғы мекен жаппай отарланды. Осы сәттен бастап қазақ халқын жоюға бағытталған бас жоспардың екінші кезеңі жүзеге асырыла бастады. Бұл қылмыстың карма салдары Ресей үшін аса ауыр болмақ. Келешек оқиғалардың басын біріктіре келетін карма зауалын жұмсарту үшін оның шиыршығын жазу керек. Бұл үшін болған оқиғаны инверсияға салу қажет. Сонда ықтимал революция аштық және соғыстың ең болмаса әр мезгілде орын алуына қол жеткізуге болады. Қазақ халқының өркендеуі орыс халқының ауыр кармасын едәуір жеңілдетеді. Ресейдің бұған қазір мүмкіндігі бар. Келесі 10 жылдықтардан бастап карма спиралы шұғыл шиыршықталып, оқиғалар айтарлықтай тездетеді. 7-10 жылдық оқиғалар әлсіз білінген. 1968 жылы Чехословакияға жасалған басқыншылық оның азат етілуімен кешілді.
8-ші онжылдық оқиғалары 9-ші онжылдықта сайтаншылар үшін түнек жылы болған 1979 жыл кейпінде қайталанды. 1989 жылы Әзәзіл империясы Шығыс Европада бұдан бетер апатқа ұшырады. 1979 жылы Ауғанстанда басталған соғыс аяқталды. Бұл жерде 1979 жыл, 1989 жыл оқиғалары кармалық стандарт 10 жылдық циклында түйісті. 9-ші онжылдық оқиғаларының циклы анағұрлым қысқа. 1986 жылдың желтоқсанында қазақ жерінде өткен оқиғалар Ресей үшін аса азапты сын болып оралды. 1991 жылдың 8-ші желтоқсанында қазақ халқына берген азаттығы мен егемендігін мойындауы Ресейді ақылға сыймас азаптан, ауыр зауалдан құтқарды. Орыс халқының адамзаттың 6-шы сатысына өту мүмкіндігі Ресейдің қазақ халқын өркендетуге бағытталған іс-әрекетіне тікелей тәуелді. Соңғы 10 жылдық оқиғалары 20-шы ғасыр оқиғалары мен өткен ғасырлар оқиғаларын қайталауы керек. Бүкіл қайталанып, ол коммунистер үшін бұрынғысынан бетер апатты болуы ықтимал. Әрине, классикалық төңкеріс пен оны басудың арасы бұл жолы 3 күннен ұзаққа созылады. 4-ші Кіші Армагеддон. Ғарыш сарбазы 1986 жылдың 18-ші желтоқсаны күні жарияланған адамзат түнек күштер арасындағы соңғы шайқасқа батыс христиандары назар салмады. Бұл әміршінің қатты таңданысын тудырды. Батыс бұқаралық ақпарат құралдары адам құқығына, әсіресе ол адам ауқатты этностан шықса, асқан сергектік танытып жатады. Бірақ олар коммунистік езгі құрбаны болған қазақ халқының мыңдаған перзенттерінің сұмдық қасіреті жайлы жұмған ауыздарын ашпады. Жеңімпаз үшін бұл өмірдің ең ауыр да қайғылы сәті болды. Осынау шешуші шақта христиандар құтқарушыдан ерекше бата алған рухани жетекшісіне қалтықсыз бағынады деп сеніп еді, бірақ үміті ақталмады. Мұсылмандар ойланбастан майдан ашты. Ресейліктер көтеріле бастады. Ал батыс христиандары ғарыш сарбазынан мұрсат сұрап, соңғы шайқасқа араласпай қойды. Олар бұны өздері тұрған 5-ші саты қағидаларын толық тәмамдау қажеттілігімен түсіндірді. Эволюциялық мұратына ұмтылған ғарыш сарбазы біздің дәуіріміздің басында Юан сырында жобалаған құдіретті күштердің стратегиялық жоспарын іске қосты. Қасиетті кітаптарда жазылғанның бәрі адамдардың амалымен жүзеге аспақ. Апокалипсистің көптеген фрагменті 20-шы ғасыр аяғында карма спиралы бойымен алғашқы айналымын жасап үлгерді. Бір фрагменттері адамзат кармасы арқылы анағұрлым анық бедерленді. Біреулері болашақта бүліну үшін жетілу үстінде. Апокалипстің 7 жылдық циклдар ішінде 20-шы ғасыр аяғында 3 және 6 нөмірлі оқиғалар басты болып тағайындалды. Әзәзіл империяның барша өкілдерін жайлаған аштық апокалипсте айтылған 3-ші шабандоз сырына сай келеді. 3-ші періште кернейінен төгілген су бастауына атом жұлдызы Чернобыль жусаны тұтанды. Өнеркәсібі дамыған елдерде өзен-көл су көздерінің ластануы үшін періштенің кесесіне сай келеді. Жер сілкіну апаттары шешілген 6-шы мөр хабаршысы. Жаһандық карма тетігі әлем қауымдастығын 1991 жылдың қаңтарында Ефрат өзенінің аңғарында басталған соғыс қимылдарына араласуға мәжбүр етті. Бұл шайқаста 6-шы періште кернейлейтін оқиға орындалды. Апостол Иоанн бұны өз сырының 9-шы тармағында былай болжаған. 17. Мінекей, елестен аттарды көрдім. Олардың үстінде от, гиацит және күкірттен сауыт киген адамдар бар. Басы арыстанға ұқсайтын аттардың аузы от жалын, күкірт шашады. Ұлы өзен Ефрат бойындағы авиация, зымыран, танк қимылдары бұл сәуегейлікті аса дәл растайды. Бұл шайқасты 6-шы періште кесесін ұлы өзен Ефратқа төккені туралы айтылатын армадигондардың басы деп есептеуге болады.
Бұл оқиға карма спиралы бойымен тек бұл жолы зорырақ ауқымды қайталануы мүмкін іс-қимылдың басы ғана. Апокалипсиске дәл сай болу үшін бұл кезеңде Ефраттың жоғарғы соғысы бекітіліп, өзен арнасы суалды. Сөйтіп, күннің шығар жағындағы патшалардың жолы жартылай ашылды. Жалған пайғамбарлар мен олардың тараған сайтандар ғана аса көп еді. Шайқасқа дайындықты алғаш рет ғарыш сарбазы жүргізді. Ол бұны 5-ші саты халықтары жетекшілерімен ментал дүние арқылы ойша тілдесіп атқарды. Ғарыш сарбазы бұл шайқасты өзі жоспарлады. Нақты әскери бөлімдерге аз уақыт ішінде Әзәзіл империяның мұздай құрсанған 500 миллиондық жасаған қоршау, талқандау, тізе бүктіруді тапсырды. Ал жеңістен аруақтанған әскерлер Біріккен ұлттар ұйымы туының астында белгіленген шектен асып бара жатқан кезде ғарыш сарбазы өз амалын қолданып танктердің шеруін тоқтатты да ұрысты аяқтады. Осылайша жеңімпаз ең алдымен ғарыш шайқасындағы ұлы жеңісін физикалық дүниеде таңбалап жүзеге асырды. Ғарыш сарбазы кіші Армагеддонды қаралы күнге белгіледі. Бұл бүкіл қазақ халқы үшін қайғылы датадан соң 7 ай 7 рет өткен күн еді. Қазақ халқы перзенттері өздерін қанды құрбанға шалу арқылы адамзатты Люцифер өзегінен құтқарған 1986 жылдың 17 желтоқсанынан бері қасиетті 49 ай өткенді. Ғарыш сарбазы танк шабуылын алдағы әскери акцияның барша ауыртпалығы мен жауапкершілігін өз мойнына алған ұлы американ халқы мен оның перзенттеріне ерекше құрмет ретінде Вашингтон уақытымен ақпанның 23-не белгіледі. Бұны халықаралық күштердің осы әскери акция кімге қарсы бағытталғанына еш күмәні қалмау үшін жасады. Ойдан шығарылған бұл дата Әзәзіл империясы армияның туған күні саналатын. Кәсіби жауынгерлерден құрылған шағын армия аз уақыт ішінде кәнігі баскесерлер армиясын талқандады. Бұл үлгі тұтарлық шайқас коммунизмнің әскері доктринасын тас талқан етті. Ғарыш заңдарына сай барша адамзат 6-шы саты жолына түскенде ғана бұлтарылмас Армагеддон орындалды деп есептеуге болады. Бұл үшін қазақ халқын отаршылдық мұрасынан босатып, оған үйреншікті табиғи ортасында тіршілік етуге барынша қолайлы жағдай жасау қажет. Сонда ғана ғарыш құрылысшысы барша үшін эволюция өрлеуінің әлдеқайда жеңіл жоспарын іске қосады. Қазірде адамдардың тағдыры әдеттегідей олардың өз қолында. Ұлы Армагеддон болуы не 1991 жылдың 17 қаңтарындағы кіші Армагеддонды місе тұту, бұның бәрі адамдардың өзіне байланысты.